Белгілі жазушы, драматург, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының иегері Дулат Исабеков 80 жасқа толып отыр. Қаламгердің өмірі мен шығармашылығын насихаттау мақсатында оқырман қауымға елі үшін туған ер көрме шолуын ұсынамыз. Дулат Исабеков 1942 жылы 20 желтоқсанда оңтүстік Қазақстан облысы Арыс ауданы Ленин жолы ауылында дүниеге келген. 1963 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетін бітірген. Қазақ Совет энциклопедиясы бас редакциясында аға ғылыми редактор, Жұлдыз журналында бөлім меңгерушісі, Жалын баспасында редакция меңгерушісі қызметтерін атқарған. Бүгінгі таңда Республикалық мәдени-сараптамалық мәдениет журналының бас редакторы, Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының профессоры. 1963 жылы Жолда атты алғашқы әңгімесі Қазақстан жазушыларының замандастар деген әңгімелер жинағына енді. Сол жылы Шойынқұлақ атты әңгімесі Лениншіл жас газетінің 3 нөміріне жарияланып, жас жазушыны оқушы қауымға кеңінен таныстырды. Шығармашылық жолында Гауһартас, Дермене, Пері мен періште, Тіршілік, Өкпек жолаушы, Біз соғысты көрген жоқпыз, Қарғын әңгімелері неміс, чех, болгар, қытай және ағылшын тілдеріне аударылып, шет ел оқырмандарына да кеңінен танылды. Жазушының шығармалары бойынша Гауһартас, Тауқымет, Лотарея, Балуан шолақ атты көркем фильмдер мен Әпке атты пьесасының негізінде телесериал түсірілген. Қаламгердің Қарғын романы алғаш рет 1980 жылы жазушы баспасынан жарық көрді. Кітап баспадан шыққан бойда жастардың сүйіп оқитын шығармасына айналды. Романның негізгі оқиғасы Алматы қаласында өтеді. Негізгі идея адам бойындағы шынайы махаббат, адал сезім, биік парасатты жан-жақты көрсету. Дулат Исабековтың «Жеті желкен» атты драмалар жинағында өтіріктің залалы, шындықтың жемісі қозғалады. Қазақ сахнасы тарихында өзіндік орны бар 26-ға жуық пьесаның авторы Әпке, Ертеңді күту, Кішкентай ауыл, Ескі үйдегі екі кездесу, Актриса, Аққу жібек, Мұңлық пен Зарлық атты пьесалары республика сахналарынан ұзақ жылдар бойы түспей келе жатыр. Санкт-Петербург, Омск, Лондон қалалары мен Болгария, Түркия, Өзбекстан, Башқұртстан сияқты алыс жақын мемлекеттердің сахналарында жиі қойылып жүр. Жазушының өмірі мен шығармашылығы көпке өнеге. Кереметтей туындылары әдебиетіміздің қайнар бұлағындай.